Саламатсыздар ма, құрметті достар? Изи анатомия каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Ғани болады. Мен Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің жалпы медицина мамандығы бойынша бірінші курс студентімін. Жалпы бұл изи анатомия каналының негізгі мақсаты сіздерге анатомия пәнін толығырақ жеткізу болып табылады, яғни түсінікті тілде. Бізде негізі анатомия ең бірінші остеологиядан басталады. Бірақ біз синтез-морфологияға тоқталдық, себебі остеология байланысты ақпараттар өте көп болғандықтан. Енді сүйекаралық байланыстар. Сүйекаралық байланыстар бізде синтез-морфология деп аталады. Жалпы синтез-морфология бізде ағзада екі түрлі қызмет атқарады. Біріншісі, ол бізде сүйектердің арасындағы сүйектер бір-бірімен байланыстырып, оларға беріктік қасиет берсе, екіншіден сол сүйектер бір-бірімен байланыстырып, оларға қозғалыс қызметін осы сүйекаралық байланыстар, яғни синтез-морфология атқарады. Сүйекаралық байланыстар, синтез-морфология жалпы үш топқа бөліп қарастырылады. Үзіліссіз байланыстар, үзілісті байланыстар, жартылай үзілісті байланыстар. Үзіліссіз байланыстар бізде синартrozдар деп аталады. Ол синартrozдар бізде ағзада сүйектер бір-бірімен тұтасып, яғни дәнекер тіндер немесе сүйектік тіндер арқылы байланысып кеткен. Бұл үзіліссіз байланыстар. Бұл жерде қозғалыс мүлде болмайды, немесе мардымсыз болады. Үзілісті байланыстар диартроздар. Бұл үзіліссіз байланыстар, диартроздар, бұл буындар, қысқаша айтқанда. Бұл буындар ағзада, бұлар үзілісті байланыстар қозғалыс қызметін атқарады, жалпы айтқанда. Бұларда буын болғандықтан буынның беті болады, буынның қапшығы болады, буынның қуысы болады. Бұлардың барлығы үзілісті байланыстарға еніп кетеді. Одан кейін жартылай үзілісті байланыстар, бұлар симфизер. Бұл симфизер бізде қысқаша айтқанда үзіліссіз байланыстардың да үзілісті байланыстарында қасиетін меңгерген топ болып табылады. Бұлар мысалы жамбас сүйектерінің арасында, мысалы қасаға шат сүйектерінің арасында осы симфизер кездеседі. Енді әрі қарай тоқталайық. Үзіліссіз байланыстар, синартrozдар жалпы үш топқа бөліп қарастырылады. Оның өзі фиброздық байланыстар, шеміршектік байланыстар, сүйектік байланыстар. Сүйектік байланыстар айтпаса да түсінікті деп ойлаймын. Одан шеміршектік байланыстар, ол артикулатный картилагина деп аталады. Бұл шеміршектік байланыстар, бұл бізде ағзада мысалы омыртқа денелерінің арасында кездеседі негізінен. Бұл шеміршектің кездесуіне байланысты негізі шеміршектер жас сәбилерде массасы көп болады да, қартайған адамдарда массасы аз болады. Оның себептері бар, өйткені шеміршектің бізде екі түрі ажыратады. Бірінші тұрақты шеміршектер, екінші тұрақсыз шеміршектер. Тұрақты шеміршектер, егер сүйектік тінде кездесетін шеміршектер өмір бойы шеміршек күйінде қалатын болса, мысалға келейік, мойын, кеуде, бел омыртқаларының арасында кездесетін шеміршектер, олар өмір бойы шеміршек болып сақталып қалады. Сол сүйекке беріктік қасиет беріп тұра береді бұл шеміршектік байланыстар. Сондықтан да бұл өмір бойы сақталғандықтан бұлар тұрақты шеміршектер. Ал тұрақсыз шеміршектер, ол бізде ағзада уақытша ғана сақталады. Мысалға келейік. Мысалға 8 көз сүйек омыртқаларының арасында бізде алғасында шеміршектік байланыстар болады. Кейіннен уақыт өте келе бұл шеміршектік тіндер сүйектік тінге ауысады да тұтас бір 8 көз сүйегін құрайды. Яғни бұл тұрақсыз шеміршектер болып табылады. Одан кейін фиброздық байланыстар. Бұл фиброздық байланыстар артикулатный фиброза деп аталады. Бұл фиброздық байланыстар үш топқа бөліп қарастырады. синдесмоздар, сүйектердің тіндеріне терең ену арқылы, одан кейін жіктер арқылы байланыстар. Енді оларға толығырақ тоқталайық. Ең бірінші синдесмоздарға. Синдесмоздар бізде құрамына негізі синдесмоз деп отқанымыз сүйектердің дәнекер тіндер арқылы байланысатын болса, олар синдесмоздар деп аталады. Құрамында кездесетін дәнекер тіндер екі топқа бөліп қарастырылады. Созылмалы эластикалық дәнекер тікандар, одан кейін созылмайтын берік коллагендік дәнекер тікандар. Созылмайтын берік коллагендік дәнекер тікандардың құрамына бізде байламдар, сүйекаралық жарғақтар, сүйекаралық жіктер, немесе тіс альвеолалық байланыстар. Осылардың барлығын бізде созылмайтын берік коллагендік дәнекер тікандарға жатқызамыз. Енді байламдарға тоқталайық. Байламдар ол лигаментум деп аталады. Бұл байламдар негізінен мысалы омыртқалардың арасында кездескен байламдарды атасақ болады. Бұл байламдар сүйекте беріктік қасиет береді. Негізі қызметі сүйектері бір-бірімен байланыстырып, оларды қозғалтпай мықтап ұстап тұру болып табылады. Одан кейінгі бізде сүйекаралық жарғақтар, мембрана интероссая. Бұл сүйекаралық жарғақтар ұзын сүйектердің бойында кездеседі. Жарғақ сияқты орналасқан, сондықтан сүйекаралық жарғақтар деп аталады. Одан кейін бізде сүйекаралық жіктер. Жалпы сүйекаралық жіктер бас сүйектерінде кездесетін байланыс болып табылады. Жалпы сүйекаралық жіктер бізде сутура деп аталады. Бұл
бізде бас сүйектерінде анық байқалады. Олар сүйекаралық жіктер бізде екі түрі ажыратылады. Бірінші қабыршақты жіктер, сутероскомасы. Бұл қабыршақты жіктер бізде мынау самай сүйектерінің арасында кездеседі. Одан кейін бізде тісті жік, сутеродентата. Бұлар бізде мына бас сүйектерінің арасында байланысатын тісті жіктер болып табылады. Жалпы бұлардың пішіндеріне байланысты үш топқа бөліп қарастырамыз. Ең бірінші бізде тәж тәрізді жік. Бұл тәж тәрізді жік мынау мысалға бас сүйектеріне келсек, мысалға мынау төбе сүйегі мен маңдай сүйегінің арасында бізде тәж тәрізді жіктер кездеседі. Ал мына төбе сүйектерінің өзінің арасында бізде сагиталды жік кездеседі. Ал төбе сүйектер мен мынау шүйде сүйектерінің арасында бізде ләмбда тәрізді жіктер кездеседі. Жалпы айтқанда жіктер осы. Одан кейін тіс альвеолярлық байланыстар. Мына тістердің ұяшықтарына кіріп орналасып байланысы, бұл тіс альвеолярлық байланыстар деп аталады. Жалпы уақыт өткен сайын, яғни адам үлкейген сайын бұл тістер неге босайды? Себебі мына шетте орналасқан дәнекер тіндер баста дәнекер тін болады, кейіннен келіп бұлар сүйектік тінге ауыса бастайды. Осы сүйектік тінге ауысу нәтижесінде мына тістер босайды. Яғни дәнекер тін сүйектік тінге ауысу нәтижесінде тіс альвеолярлық байланыстар әлсірейді. Одан кейін тоқталайық. Сүйектердің енді келесі бізде үзікті байланыстарға тоқталайық. Яғни диартроздар. Диартроздар бізде жалпы айтқанда олар буын деп те аталады. Буынның бізде екі түрі бар: күрделі буын және қарапайым буын. Күрделі буын деп отқанымыз, егер буынның беттесетін беті, яғни бірнеше болатын болса, мысалы бірнеше сүйектерден буын құралатын болса, жалпы айтқанда бұл күрделі буын, артикуляция композита деп аталады. Мысалы тізе буын жатқызсақ болады оған. Қарапайым буын, артикуляция симплекс. Бұл қарапайым буын деп отқанымыз, егер сүйектік буынның беттері тек екеу ғана болатын болса, немесе оған екі сүйек қана буын құрауға қатысатын болса, осы жерде қарапайым буындар деп атады. Оны артикуляция симплекс деп атады. Оны болашақта әлде тоқталып өтетін боламыз. Одан кейін буынның бізде екі элементтері бар. Яғни буынның екі элементі болады бізде. Олар негізгі элементтері. Буынның негізгі элементтері және қосымша элементтері бар. Буынның негізгі элементтеріне бізде ең бірінші буын бетін шеміршек жатады. Кез келген буынның буын беттерінде, яғни сүйектердің буын беттерінде бізде шеміршектер болады. Осы буынның негізгі элементіне жатады. Одан кейін бізде буынның қапшығы жатады. Бұл буынның қапшығы бізде буынның бетін айналасынан шеңбер бағытымен басталып, тұйықталынып, саңылаусыз орналасқан қабықша болып табылады. Мысалы, капсула артикулярис, осы буынның бетін, мысалы, жамбас буыны болатын болса, осы жамбас буында осы, немесе ұршық буыны осы капсула артикулярис мына болып тұр. Одан кейін бізде буынаралық қуыс, кавитарис артикулярис, бұл буынның негізгі элементтеріне жатады. Бұл бізде мысалға осы буынның беттесетін жерінде бізде буынаралық қуыстар болады. Бұл буынаралық қуыстар үнемі бізде синовий сұйықтығымен толтырып тұрады. Яғни синовий сұйықтың нәтижесінде буын бір-біріне қажалмайды. Осы буынаралық қуыс деп аталады. Жалпы бұл кавитарис артикулярис буынның негізгі элементтеріне жатады. Одан кейін бізде буынның қосымша элементтеріне бізде буынның байламдары, буынның дискілері, буынның менискілері, буынның еріндері жатады. Жалпы бұлармен әлде толығырақ тоқталатын боламыз. Одан кейін бізге келесі буынның механикасы.